қасиетті Рамазан айында жасалатын тағы да бір сауапты амалдардың бірі бұл мұқтаждарға пітір садақасын беру. Пітір садақасының басты мақсаты мұқтаж жандар айт қарсаңында дастархандарына қажетті азық түліктерін алуына мүмкіндік туғызу, бала шағасына бір сыйлықтарды алуына көмек беру. Әрине пітір садақасын Пайғамбар саллаллаху алейхи кезінде арпа бидайдан, құрмадан, мейізден берген. Қазіргі таңда 2 килограмм ұнның бағасын беру бекітіліп отыр. Осы мәселе төңірегінде кейбір ағым мүшелері, сәләфи ағым мүшелері пітір садақасын тек қана азық түлікке беру керек. Оның құнын қаржылай беру ол бидғат, яғни дінге қайшы деп есептейді. Бұл шынымен де бидғат па? Негізінде пітір садақасының мақсаты мұқтаж жандарға көмек қолын созу, қуанышты сезіндіру. Сондықтан ғалымдарымыз керісінше осы азық түліктің орнына арпа бидай, мейіз, құрманың орнына оның құнын беру абзал деп есептейді. Өйткені мұқтаж жанға қандай нәрсе қажет, қандай азық түлік қажет, өзі қажеттілігін дүкеннен барып сатып алуына мүмкіндік туғызу. Сондықтан әр нәрсені бидғат санау, әр нәрсені дінге қайшы санау әрине білімсіздіктен, надандықтан деп санаймыз.